Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дүние тану сабағына қош келдіңдер. Менің аты жөнім Исаинова Гүлсім Оразовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктің өсуі үшін не қажет? Балалар, алдыңғы сабақта өткен адам мен табиғат тақырыбын есімізге түсірейік. Ол үшін дұрыс пікірді табу керек. Табиғат адамның өмір сүруі үшін қажеттінің барлығын береді. Табиғат адамның өмір сүруі үшін қажеттінің ешқайсысын бермейді. Балалар, қай пікір дұрыс? Тамаша! Табиғат адамның өмір сүруі үшін қажеттінің барлығын береді. Жердің екі бөлігі жарық болады. Жердің бір бөлігі қараңғы, ал екінші бөлігі жарық болады. Қайсысы дұрыс? Жердің күнге қараған бөлігінде жарық болады, ал екінші бөлігінде қараңғы, яғни түн болады. Есімізге түсірдік пе? Теледидар, қалам, телефон адам ойлап шығарған заттар. Күн, өзен, ағаш адам ойлап шығарған заттар. Қай пікір дұрыс? Әрине, теледидар, қалам, телефонды адамдар ойлап тапты. Адам масаны бақылап, ұшақ ойлап шығарды. Адам масаны бақылап, шприцтің инесін ойлап шығарды. Қайсысы дұрыс? Қалай ойлайсыңдар? Адам масаны бақылап, шприцтің инесін ойлап шығарды. Сендер де солай жауап бердіңдер ме? Тамаша, онда жаңа тақырыбымызды бастайық. Біз өсімдіктерді жанды табиғатқа жатқызамыз. Өйткені олар өседі, тыныс алады, көбейеді, қоректенеді, солып қалады. Өсімдіктің өсуі үшін оған не қажет? Ойланып көріңдерші. Оған жарық, жылу, су, ауа және топырақ қажет. Кез келген жанды табиғат бөлігі үшін, тыныс алу үшін ауа, тіршілік энергиясын алу үшін жарық, қоректену үшін су және тоңып қалмау үшін жылу қажет. Ал өсімдіктерге сонымен қоса топырақ керек. Өйткені топырақта өсімдіктің тамырлары өседі. Олар арқылы өсімдік топырақтағы сумен, минералды заттармен қоректенеді. Өсімдіктің құрылысымен танысайық. Жеміс, гүл, жапырақ, сабақ, тамыр. Жақсы. Онда сол жақтағы суретке қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Бұл өсімдіктің неше жемісі бар? 4. Үшеуі пісіп қызарды. Жоғарыдағы біреуі әлі піспеген, жасыл түсті. Өсімдікте неше гүл бар? 2 гүл. Тамаша! Балалар, 2 суретті анықтап қараңдар. Қалай ойлайсыңдар? Екінші суреттегі өсімдікке не болған? Неге солай болып қалды? Бейнероликті тоқтатып, жауап беріңдер. Одан кейін ақылдың жауабын тыңдаңдар. Балалар, бірінші суреттегі өсімдікті уақытымен суарады. Оған күннің көзі түсіп тұр. Ал екінші суреттегі өсімдік солып қалған. Оны суармайды, және оған күннің көзі түспейді. Сендер де солай жауап бергендеріне мен сенімдімін. Және де өсімдіктер өскен сайын, олардың тамырлары да өседі. Кейде өсімдік отырғызылған құмыра тар болса, ол сола бастайды. Сол кезде оны үлкен құмыраға отырғызу керек. Өсімдікті күту үшін қандай құралдар керек? Қане,
Суреттегі құралдарды бірге атайық. Күрек, тырнауыш, бақша қайшысы, су сепкіш. Тамаша, оларды қалай қолданады? Бейнені тоқтатып, жауап беріп көріңдер. Күректі не үшін қолданады? Өсімдікті отырғызар алдында жерді қазады. Онымен топырақты тазартады. Тамырларды кеседі. Топырақты қопсытады. Тырнауышты не үшін қолданады? Қопсытылған топырақтағы үлкен кесектерді ұсақтау, топырақты зиянды өсімдіктерден, қурап қалған өсімдіктерден тазарту және жинау үшін қолданады. Бақша қайшысы не үшін керек? Бұталардың балауса бұтақтарын, ағаштардың бұтақтарын кеседі және кейбір жеміс-жидектерді жинау үшін қолданады. Су сепкіш не үшін керек? Онымен өсімдіктерді суарады. Сендер білесіңдер ме? Қыста өсімдіктер ұйықтайды. Олар қоректенуді және өсуді тоқтатады. Өйткені ұйқыда қоректік заттар мен жылу аз жұмсалады. Бірақ алдымен ағаштар, бұталар және шөптесін өсімдіктер қысқы аяздарға дайындалады. Ағаштарда жапырақтар түсуі болады. Неге ағаштар жапырақтарын түсіреді? Біріншіден, қурап қалмау үшін. Жазда жапырақтар суды топырақтан алады. Ал күзде топырақ суықтан қатая бастағанда ол қиынға соғады. Екіншіден, қыста қатты қар жауғаннан кейін ағаштар бұтақтарында қар жинала бастайды. Ол өте ауыр болады. Кейде бұтақтар сынып қалады. Ал егерде ағаштарда жапырақтар қысқа қалатын болса, оның бұтақтарында одан да көп қар жиналушы еді. Сонымен қатар, ағаш діңдерінің қабығы қалыңдап, қатая бастайды. Ал көктемге дейін жасырылған жапырақтары бар бүршіктер қалың қабыршақпен қапталады. Сондықтан оларды ешқандай аяздар қорқытпайды. Шөптесін өсімдіктердің жер үстіндегі бөлігі қурап қалады. Ал жердің астында олардың тамырлары қыстайды. Неғұрлым қыста қар көп болса, соғұрлым өсімдіктерге қысқы аяздарға шыдау оңайырақ болады. Біз бүгін сендермен өсімдіктердің өмір сүру үшін қажетті заттармен таныстық. Қане, бірге қайталайық. Оларға не қажет? Жарық, жылу, ауа, су, топырақ. Тамаша! Өсімдіктердің құрылысымен таныстық. Бірге айтайық. Жеміс, гүл, жапырақ, сабақ, тамыр. Өте жақсы. Өсімдікке жарық пен су жетпесе, не болатынын білдік. Және өсімдіктердің қалай қыстайтынымен таныстық. Өсімдіктерді күтуге арналған құралдар мен оларды қалай қолданатынын білдік. Кәнеки, есімізге түсірейік, қандай құралдарды қолданамыз? Күрек, тырнауыш, бақша қайшысы, су сепкіш. Сендерге сабақ қызықты болды деп үміттенемін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларына рахмет. Сау болыңдар, балалар.